өтіп жүрген біздің үздік студентіміз, әрі үздік практикант Қалибек оңалар сіздерге панорамалық сабағын ұсынады. Бүгінгі панорамалық сабаққа осы мектептің басшысы, директор Налибаева Ғалия Алкенқызы қатысып отыр. Нұрбекова Ардақ Болатқызы оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары, және осы 43-ші мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Күмбаева Раушан Абайқызы қатысып отыр. Одан соң осы 7 айдан бері мемлекеттік педагогикалық практикаға жетекшілік жасап келе жатқан оңалардың әдіскер ұстазы мектептегі Байкүрішева Самал Сайлаубайқызы қатысып отыр. Сонымен бірге студенттер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарын біз осы панорамалық сабаққа қатысуға шақырдық. Сонымен қатар осы оңалардың әдебиет пәні бойынша әдіскер жетекшісі, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сманов Бақтияр Өрісбайұлы қатысып отыр. Одан соң кафедраның академик Серік Тұрабаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының көп жылдан бергі ұстазы, әдіскер ғалым, педагогика ғылымдарының кандидаты Кенжебаева Гүлдариға Мерекебайқызы. Одан соң филология және көптілді білім беру институтының директорының орынбасары Нүктекеева Гүлназ апайларымыз қатысып отыр. Енді бірден сөз кезегімен оңаларға беремін. Одан кейін барып панорамалық сабақ өткізілген соң сөз кезегі қатысып отырған кісілерге беріледі. Шағын өзіміздің арамызда ғылыми әдістемелік дискурс жасаймыз. Студенттер практиканттардан өтініп сұрайтыным барлықтарыңызда өздеріңізді көрсетіп, қатысып отырсаңыздар деп айтамын. Тек қана фамилияларға сабақ берген ыңғайсыз болады. Қайырбек, Өмірзақова Айгерім, Әділет, Қанеке бері қарай шығып, барлығымызда қолдау көрсетіп, бүгінгі бірінші рет қой енді панорамалық сабақ оқушыларсыз өткізеді. Сондықтан оңалар сізге сәттілік, сабағыңызды бастай қойыңыз. Жақсы, рахмет Роза апай. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн. Өзімді тағы бір таныстырып өтейін. Есімім Қалибек оңалар. Осы киелі қара шаңырағымыздың бұйырса міне бітіруші түлегімін. Болашақта жоғары дәрежелі бір шебер маман болып шығуды өзіме алдыма мақсат етіп қойып отырмын. Ең алдымен сөздің басын Ахмет Байтұрсыновтың мына бір керемет пікірмен бастағым келіп отыр. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методика, әдістемеден хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Осы пікірге ойлаймын, сіздер де біздер барлығымыз толықтай қос қолдап келісеміз деп ойлаймын. Өйткені бір жылда 100, тіпті 1000 мұғалім диплом алып шығуы мүмкін, бірақ оның ішіне санаулы 10 шақтысы ғана нағыз шебер, балаға жан ашитын, шынайы білім бере алатын мұғалім бола алады деп есептеймін. Енді алдымен былтыр 2019-20 оқу жылдары Алматы қаласындағы 12-ші мектепте офлайн практикадан өттім. Ал биылғы оқу жылында толықтай Алматы қаласы Жетісу ауданында орналасқан нөмір 43-ші жалпы білім беретін мектепте педагогикалық тәжірибеден өтіп жатырмын. Мұғалім осындай болу керек деп айта алатындай мен әлі бір білік дағды жинай алдым деп айта алмаймын. Дегенмен осы уақыт аралығында осы бір жылдық практиканың қорытындысы ретінде мен білім онлайн берілсе де, офлайн берілсе де, мұғалімге ең бастысы теориялық білімі, осы теориясын практикада қолдана білуі және кез келген ортада мұғалім оқушы қатынасын қалыптастыра біліп, ұйымдастырушылық қабілетін көрсете алуы тиіс деп есептеймін. Осы аралықта өзімнің оқу жылы бойы өзіме түйгенім қойын дәптеріме жазған менің өзімнің пікірлерім осылай болды. Мұғалімге не керек ең алдымен? Мұғалім уақытты тиімді жоспарлай білу керек. Оқулықтағы тапсырмаларды саралау керек. Онымен шектеліп қалмау керек.
сапалы презентация одан өзге көрнекіліктерін көрсете білу керек. Одан кейін интербелсенді оқыту әдістерін қолданудағы қателіктер туралы айтып өтем, және осы әдіс тәсілдерді дұрыс таңдаудың ретінде көрсеткім келіп отыр. Және оқушылармен тікелей жұмыс жасау, сабақ арасында түгел қамту, бақылау, қадағалау да мұғалімнің негізгі қызметтерінің біріне кіреді. Және айтылу керек басты нәрсе, бәріне белгілі болса да, тағы да қайталанып ескертілуі тиіс, ол мұғалім имиджі және жаңашылдыққа, ерекшелікке деген ұмтылыс мұғалімнің басты бағдарында болуы тиіс. Мұғалім болам деп осы оқу орнына келгеннен кейін мен өз таңдауымды бағалаймын және оқушы алдындағы жауапкершілігімді толықтай сезінем. Енді жекелей тоқталып өтетін болсам, уақытты тиімді жоспарлау мұғалімге не үшін керек? Ол уақыты тиімді жоспарланған сабақта басы, ортасы, аяғы бүтін, толық тиянақты бір жұмыс жүзеге асады. Сабақтың басы деген жерде сабақта оқушыларды түгендеу, өткен сабаққа шолу жасау, жаңа сабаққа психологиялық ахуал тудыру және үй тапсырмасын сұрау кіретін болса, сабақтың ортасы жаңа тақырыппен жұмыс жүргізу, мәтінмен жұмыс, тілдік бағдарлар, тілдік дағдылар, кешіріңіздер, тақырыпқа сай жаттығу жұмыстары осы сабақтың ортасына кіреді екен. Ал сабақтың аяғы, сабақты бекіту, бағалау, кері байланыс беру, үй тапсырмасын балаларға беру сабақтың соңына қалдырылады. Енді оқушыға, мұғалімге берілген 100% уақытты мұғалім қалай қолдану керек? Менің түсінігімде бұл 30% сабақтың басына, 50% сабақтың ортасына және сабақтың соңына 20% уақытын бөлу керек. Сонда тиянақты, тыңғылықты жұмыс жүзеге асады деп есептеймін. Енді оқулықтағы тапсырмаларды саралау туралы айтып өтетін болсам, әрине кез келген нәрсе мінсіз бола бермейді. Дегенмен оқулықтардың ішіндегі де жарамды, жарамсыз тапсырмалар да болып қалып жатады өкінішке орай. Соны шебер мұғалім, нағыз мұғалім саралай білу керек, қолданысын ретте алу керек. Оқулықтағы тапсырмаларды саралауда алдымен мұғалім тілдік дағдыларды ескеру керек. Бір сабақта оқушыларға 4 бірдей тілдік дағдыны жүзеге асыру, ол өте үлкен күш, оқушылар үшін қиындық тудырады. Сондықтан кезектестіре отыра бір күн мысалы айтылым мен оқылым жүзеге асса, келесі сабақта тыңдалым мен айтылым сынды өзара кезектестіру керек. Ал енді тағы да бір менің ұсынысым осында отырған болашақ мұғалімдерге, қазір қабылдап жіберейін, кешіріңіздер. Оқулықта берілген тапсырмаларды грамматикалық білімді ақсатып алмау үшін ұсынамыз. Оны айтуымның басты себебі осы 7-ші сыныпқа қазір сабақ беріп жүрмін. 7-ші сыныпта 3 апта бойына ешқандай тілдік бағдар көрсетілмеген. 3 апта дегеніміз ол 3 сағаттан 9 сабақ. 9 сабақ бойы тілдік бағдармен жұмыс істемеген, грамматикамен жұмыс істемеген бала әрине кішкене болса да ақсап қалуы мүмкін. Енді тағы да назар аударсақ, осы оқулықтың Атамұра баспасы 7-ші сынып 153-ші бетінде 10-ші тапсырмада мынадай тапсырма көрсетілген екен. Фариза Оңғарсынова өлеңдерінде көтерілген мәселелер бойынша фотоколлаж дайында тапсырмасының орнына мен осы өлең құрамындағы етістіктерді шақтарына қарай ажыратып жаз деген тапсырма беруім мүмкін. Және тағы да шығармашылық, бұл да мұғалімнің жеке шығармашылығына байланысты. Сабақтағы оқулықтан тыс тапсырмалардан бөлек, оқулықтан хат жазу, сурет бойынша талдау, мәтін бойынша жоғары деңгейлі сұрақтар құрастыру, қатесін табу сынды тапсырмалар жүзеге асыру керек. Хат жазу әдісін анығырақ айтып өтетін болсам, мысалы 7-ші сыныпта дәрумендер пайдасы тақырыбы бар. Осы дәрумендер пайдасы тақырыбында оқушы өзін дәрумен ретінде есептеп адамзатқа хат жазса, бұл оқушылардың сыни ойлау қабілетін одан әрі дамытады деп есептеймін. Келесі, сапалы презентация көрнекіліктер деген кезде не айтқым келді. Назарларыңызда 2 слайд көрсетілген. Бірінші слайд бұл менің сабағымнан алынған презентация, және екіншісі интернет желісінен алған бір слайд. Енді салыстырайық. Бірінші презентацияда тілдік бағдар екен анық көрсетілген. Оқушы енді не оқиын деп отырған, не өтетінін білет. Ал өкінішке орай екінші презентацияға қарайтын болсақ, ол жерде нақты аты жөні жоқ бір слайд болып тұр. Сондай-ақ мына жерде түстердің үйлесімі, түстерді қолдану, кестелер пайдалану, бұл оқушылардың көзіне, миына кәдімгідей жеңілдік. Өйткені қараңыздар, қара фонға қара жазумен кішірейтіп жазып қою, бала қайсын алдымен оқитынын білмей қалып жатуы мүмкін. Сондықтан презентация жасаған кезде
осыған баса назар аударыңыздар. Және келесі сіздерге тағы да сәтсіз шыққан презентациялардың үлгісін көрсеткелі отырмын. Сіздер қайталамасын деп, бұндай пайдаланбасын деп. Қарайық, түстер бір-бірімен үйлеспейді. Артық өрнектер, артық гөл міне мына жерде. Қызыл түсті фонға жазылған жазу ол оқушыны шаршатып жібереді. Сондықтан презентация жасаған кезде, көрнекілік пайдаланатын кезде саралап, дұрыстап барып, сапалы жасауға тырысыңыздар деп айтқым келеді. Және жаңа айтылып өткен интербелсенді оқыту әдістерін қолдануда қандай қателіктер кетіп жатыр. Бұны мен өзімде басынан өтті және өзге практиканттардың арасынан да, тіпті мұғалімдердің, кәсіби қалыптасқан мұғалімдерден де байқап қалып жатамыз. Біріншісі, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескермеу. Мысал келтіретін болсақ, бағалаудағы шапалақ соғу әдісін 5-6 сыныптарға пайдалану сондай ыңғайлы жақсы болғанымен, ол 10-11 сыныптарға бір-біріне шапалақ соққызып отырған тағы да жастарына келіңкірей қоймайды. Сондай-ақ уақытты көп алатын, бірақ тиімділігі төмен әдістерді пайдалану. Бұл көп жағдайда оқушыларды офлайн білім беру кезіндегі топқа бөлу кезінде көрініп жатады. Өйткені есімізге түсіретін болсақ, қазір мына жерде менің курстастарым, группаластарым отыр. Басында методиканы оқып жатқан кезде жаңартылған білім деген интербелсенді әдіс екен деп, мысал келтір деген жерде 40 минуттық сабақтың ішіне 10 шақты әдіс қойып, біз сабақты дөрекі айтсам, концерт етіп жіберген болатынбыз. Осыған жол бермеуіміз керек. Сондай-ақ, ол қандай әдістер? Қима қағаздар үлестіру мұғалім қима қағаз үлестіріп болғанша бірталай уақыт кетуі мүмкін. Немесе мозаика құрастыру сынды. Және тағы да бір қателіктердің бірі, бір сабақта интербелсенді әдістерді шамадан тыс қолдану. Бұны жаңа айтып өттім. Бір сабақта бірнеше әдіс болса жеткілікті. Экранның оң жағына назар аударсаңыздар, мен өзім жиі пайдаланатын, өзім жақсы көріп пайдаланатын әдіс тәсілдерімді жинақтап қойдым. Сабақтың басында өткенді қайталау үшін, үй тапсырмасын сұрау үшін және жаңа тақырыпқа психологиялық ахуал тудыру үшін. Ортасында мәтінмен танысқан кезде оқушыларды түгелдей қамти алу үшін жүксу әдісі. Одан кейін тыңдалым тапсырмалар жүзеге асатын болса, балалар мұқият болу үшін тыңдалмалы тапсырмаларын беру керек. Және мәтінді талдауда POPS формуласын, SWOT талдау кестелерін, Т кестесін қолдануға болады. Және соңында сабақты бекіту үшін, сабақты оқушыларды бағалау үшін және жалпы сабаққа оқушылар тарапынан кері байланыс беру үшін осындай өзім қолданатын белсенді, интербелсенді әдістер жиынтығын қойып қойдым. Бұны скриншот жасап алсаңыздар болады. Тағы да бір назарларыңызға айтып өтейін. Ортасында міне көп интербелсенді әдіс жоқ. Неге? Себебі сабақтың ортасы нағыз жаңа білімді меңгеретін уақыт. Бұл кезеңде интербелсенді әдістерге назар аударып, акцент беріп, екпін қойып кететін болсақ, сабақтың негізгі мақсаты жүзеге аспай қалуы мүмкін. Келесі, оқушылармен тікелей байланыс жасау. Қазір өкінішке орай мына эпидемиялық жағдайда бейнеконференциямен сабақ өткен кезде жасыратыны жоқ 20 баланың 8-9-і ғана сабаққа қосылады. Оның өзінде жауап беретіндері 3-4 ғана, егер сабақ өтіп жүрген болсаңыздар. Енді осы жағдайда бұл оқушылармен қалай жұмыс істеу керек? Бұл оқушыларды түрлі сұрақтар қою арқылы, қайта-қайта атын атау арқылы сабаққа шақыруға және оларды үздік, белсенді балалармен жұптастыра отырып жұмыстар жүргізуге, диалог ұйымдастыру арқылы оқушыларды түгелдей қамтуға болады. Және сондай-ақ бейнеконференцияға түрлі себеппен қосыла алмаған балаларды барлығына тапсырма беріп, білім беру үшін менің күнделікті қолданатын әдісім бұл бейнеконференциямен бірге қасымызға телефонды қойып отырып, мессенджерлермен балаларға, конференцияға кіре алмаған балаларға тікелей оқу материалдарымен тапсырмаларды жіберіп отыру. Енді имидж назарларыңызға көрсетіп қойдым, қалай дұрыс емес. Біз мектепте жасөспірім балаларды оқытамыз. Олар кімге қарап бой жетеді, кімге қарап есейеді? Олар әрине мұғалімдерге қарап. Осы жағдайда дресс-кодты, шаштың үлгісін, іс-әрекеттің имиджін, яғни өзін-өзі ұстау ережелерін барлығын мұғалім сабақтан тыс уақытта да, сабақ уақытында да жүзеге асыруы тиіс. Сондай-ақ сөйлеу мәнері, сөйлеу мәдениеті, тілдің тазалығы барлығы мұғалімнің бейнесіне, жалпы сыртқы имиджіне тікелей назар салады, тікелей екпін береді екен. Енді осы практика бойынша, жалпы 1 жылдық оқу жылы бойынша менің ең негізгі түйгенім 40 минуттық сабақ өту үшін 4 жылдық тыңғылықты білімнен бөлек
күнделікті 4 сағаттық дайындық керек екен. Сіздерге қысқаша осындай менің өз түйгенімді айтып өттім. Сұрақтарыңыз болып жатса, панорамалық сабақтан кейін қойсаңыздар болады. Енді сіздерге жалпы сабақтың үлгісін қаңқасын көрсету үшін 10 минутқа сыйғызып, жалпы тапсырмалар оқушылар қатысқан кезде 40 минутқа жеткілікті толыққанды сабақ үлгісін әкеліп отырмын. Бұл 7-ші сыныптың алдағы уақытта оқитын қиял ғажайыптар әлемі тақырыбы. Ендеше бастаймын. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз бүгін 10-шы бөлім, осы оқу жылы бойына соңғы бөлімнің ғылыми фантастика бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қиял ғажайыптар әлемі. Балалар, бүгінгі сабақта сендер мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтауды үйренесіңдер. Оқшау сөздердің қызметін түсініп, ажыратуды үйренетін боласыңдар. Балалар, жаңа сабағымызға психологиялық ахуал тудыру үшін артығын шығар әдісі арқылы суреттерге назар аударып орындайық. Жауаптарыңыз дайын болса, мен дұрыс жауапты көрсетемін. Иә, балалар, біз қиял мен шындық арасындағы аражікті көрдік. Қайта кері қайтамын. Міне, біз алып тастаған суреттер қазіргі қолданыста бар. Жүзеге асқан және ақиқатқа жанасатын суреттер. Бұл Нью-Йорк қаласының суреті, космос және кәдімгі смарт сағаттар. Ал қалған суреттер балалар адамның қиялындағы әлі өмірге келмеген, бірақ болашақта болуы мүмкін ғылыми фантазия, ғылыми емесі де бар екен балалар міне. Яғни балалар бүгінгі сабағымыздың қиял ғажайыптарға толы болатынын сіздер түсіндіңіздер. Ендеше қазір ой түрткі жүргізіп өтейік балалар. Ой түрткі сұрақтарына назар аударыңыздар. Қиял ғажайып дегеніміз не? Қиял ғажайып әңгімелер дегенді қалай түсінесің? Қандай қиял ғажайыптар туралы кино, шығармаларды білесің? Қиял ғажайып шығармалар сендерге ұнай ма? Сен қиялдай аласың ба? Осы сұрақтар бойынша балалар жауап берейік. Жақсы балалар, жауаптарыңызға толықтай қанағаттандым. Жақсы, ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Я балалар, сонымен қиял дегеніміз не екен? Қиял бұрын қабылданған елес бейнелерін қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс екен. Қиялдың балалар екі түрі болады екен. Актив қиялдар және пассив қиялдар. Актив қиялдар дегеніміз қиялдау, армандау, шығармашылық қиялдаулар, я? Ал пассив қиял дегеніміз ол түс көру екен. Я, балалар, түс көру де қиялдың бір түрі болып есептеледі екен. Оны алдағы сабақтарда нақтырақ тоқталып өтетін боламыз. Ал қазір айтылым тапсырмасына назар аударыңдар. Оқулықтарының 170-ші бетінде екінші тапсырмада осындай бір сурет көрсетілген. Осы сурет бойынша қиял ғажайыптар әлемі туралы әңгіме құрап айтыңдар. Әңгіме құраған кезде балалар міндетті түрде одағай сөздерді қолданыңдар. Ендеше сіздерге 4 минут уақыт беріледі. Жұмыстарыңызды бастаңыздар. Жақсы балалар, жұмыстарыңыз дайын болса, келесі тілдік бағдарға көшейік. Бүгін балалар сіздермен оқшау сөздермен танысамыз. Оқшау сөздер бұрын таныспыз, я? Сөйлем құрамында тұрып, басқа бір сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін сөздер оқшау сөздер деп аталады екен. Оқшау сөздердің қаратпа, қыстырма және одағай атты 3 түрі бар. Одағаймен балалар сіздер өткен сабақтардан бері таныссыңдар. Енді назар аударайық балалар. Қаратпа сөздер дегеніміз қандай сөздер? Қаратпа сөздер тыңдаушының назарын аудару мақсатында айтылатын сөздер мен сөз тіркестері. Мысалы, Азамат, қиял ғажайыптар туралы не білесің? Ақерке, бүгін мектепке барасың ба? Я, балалар, осы жердегі Азамат, Ақерке деген сөздер
қаратпа сөздер. Бұл сөздер тыңдаушының назарын аудару мақсатында қолданылып тұр. Келесі қыстырма сөздер. Қыстырма сөздер сөйлемде сөйлеушінің айтылған ойға қатысты көзқарасын білдіретін сөздер. Қандай көзқарасын білдіреді екен балалар? Көңіл күйін, сезімін білдіреді екен. Пікірге қатысты ниетін білдіреді екен. Айтушының пікірін білдіреді екен және ойдың ретін білдіру үшін қолданылады екен. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін кезде балалар амал қанша, тағы да қайталап көрерміз. Бұл жерде адамның қиналып тұрғанын, қысылып тұрғанын байқауға болады. Келесі, пікірге қатысты өз ниетін білдіреді. Рас, сірә, мүмкін. Мүмкін біз бүгін ертерек қайтатын шығармыз. Бұл жерде оқиғаның болу болмауына қатысты адамның ниеті көрініп тұр. Келесі, айтушының пікірі. Сіздіңше осылай болғаны дұрыс па? Меніңше бүгін күн жауатын сияқты. Яғни адамның пікірін білдіре алады екен. Және келесі, ойдың ретін білдіреді. Біріншіден, екіншіден. Біріншіден, біз әлі жұмысымызды аяқтаған жоқпыз. Балалар, осы секілді қыстырма сөздер кез келген сөйлемде қолданылуы мүмкін. Ал одағай сөздермен өздерің таныстыңдар, тағы да қайталап өтеміз. Одағай сөздер сөйлеушінің түрлі көңіл күйін білдіреді екен. Оның 3 түрі бар. Көңіл күй одағайы, жекіру одағайы және шақыру одағайы. Тілдік бағдар балалар түсінікті болса, енді осы бойынша тапсырмалар орындаймыз. Біз бүгін тыңдалыммен жұмыс істейміз. Тыңдалым алды тапсырмаларын мұқият тыңдаңыздар. Мәтін бойынша бірнеше жоғары деңгейлі сұрақ құрастыр. Мәтіндегі оқшау сөздерді теріп жаз. Оқшау сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра. Жоғары деңгейлі сұрақтың балалар не екенін білесіздер, тағы да еске түсіріп өтейік. Жоғары деңгейлі сұрақтар адамды ойландыруға итермелейтін, түрткі болатын сұрақтар екен. Қандай, неге, неліктен, қалай болар еді деген сияқты сұрақтарға жауап беруі мүмкін. Ендеше тыңдалым мәтінін бастаймыз балалар. Мұқият тыңдаңыздар. Қиял дегеніміз, төбеміздегі көк зеңгір аспан секілді де, адам ойы сол қиял аспанда шар құрған қыран құс секілді. Егер адамның қиял әлемі соншалықты кең болса, оның ойы да қыран құстай неғұрлым алыстарға самғап ұша алады. Демек, бүгінгідей бәсекелестік өріс алып отырған заманда, жаңа туған жас нәрестенің бойына қиялдай білу қасиетін молынан дарытуға ұмтылу әрбір ата-ананың парызы. Ата-ана, сіз балаңызға осы қасиетті дарыту арқылы ғана оның болашағының үлкен бір бөлігін қамтамасыз ете аласыз. Өйткені баланың қиял әлемі барынша кең болса, шындығында оның арманы да соған сай асқақ болмақ. Егер баланың арманы барынша асқақ болса, ол өз алдында соған сай биік мақсат қоя алады. Оның мұндай қыры көбінесе бозбала шағынан бастап ашыла бастайды. Егер бозбаланың немесе бойжеткеннің алдына қойған мақсаты биік болса, оның өмірге, сонан кейін өзіне қояр талабы да соншалық мығым болмақ. Балалар, тыңдалым мәтінін толық тыңдап түсінсеңіздер, тапсырмаларды орындауға көшіңіздер. Бұл тапсырмалар үшін сіздерге 12 минут уақыт беріледі. Жақсы балалар, жауаптарыңмен таныстым. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бекітейік. Сабағымызды бекіту үшін шындық па, жалған ба? Әдетте өзіміз қолданып жүрген true or false әдісін пайдаланамыз. Экранға назар аударыңдар. Сендердің назарларыңа мен бірнеше ақпарат көрсеттім. Осы ақпараттардың шындық не, жалған екенін анықтайтын боламыз. Бірінші, қиял тіршілік иелерінің бәріне тән ерекше құбылыс. Екінші, адамның қиял әлемі кең болған сайын, оның таным түсінігі де арта түседі. Үшінші, оқшау сөздер сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарады.
Төртінші, қыстырма сөздер мен қаратпа сөздер одағай секілді адамның түрлі көңіл күйін білдіреді. Және бесінші, қаратпа сөздер бөгде адамның назарын аудару үшін қолданылады. Жауаптарыңыз дайын болса, балалар, танысайық, тексерейік. Экранға назар аударыңдар. Балалар. Бірінші, қиял тіршілік иелерінің бәріне тән ерекше құбылыс емес екен. Өйткені бұл тек адамға ғана қатысты екен. Келесі, адамның қиял әлемі кең болған сайын, оның таным түсінігі арта түсетіні рас екен, балалар. Және келесі, оқшау сөздер сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарады. Жоқ, балалар, бұл қате. Өйткені оқшау сөздер сөйлемде грамматикалық байланысқа түсе алмайды. Төртінші, қыстырма сөздер мен қаратпа сөздер одағай секілді адамның түрлі көңіл күйін білдіреді. Балалар, бұл қате. Өйткені қыстырма сөздер мен қаратпа сөздер олардың өздерінің атқаратын белгілі бір қызметі бар. Және соңғысы, қаратпа сөздер бөгде адамның назарын аудару үшін қолданылады. Балалар, бұл дұрыс ақпарат. Ендеше бүгінгі сабақта жақсы білім алдыңдар. Оны болашақта өздерің практикада қолдана аласыңдар деген үмітпен сабағымызды қорытындылайық. Сіздерді бағалау үшін смайлик әдісін қолданамыз. Бұл әдісте әркім өзін бағалайды, балалар. Әділ бағалау, өзімізді бағалауды үйренеміз. Жақсы. Енді сабақ бойына оқушылар тарапынан, сіздер тарапынан кері байланыс беру үшін біз 3Q әдісі пайдаланамыз. Бұл әдісте бірінші қызық болды, екінші қиын болды, үшінші құнды болды. Балалар, қандай ақпараттар сіздер үшін қызық болды, қайсы қиын болды, ал қайсы сіздер үшін құнды болды? Осы бойынша өз пікірлеріңді білдіріңдер. Жақсы, балалар, жауаптарыңа көп рахмет. Ендеше осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге үйге тапсырма 172-ші бетте оқулықтың 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада мәтінмен толық танысып, мәтіндегі берілген тапсырмаларды орындап, ішіндегі оқшау сөздерді теріп жазып келеміз. Жақсы, балалар, сау болыңыздар. Жақсы, оңалар, сізге көп рахмет. Бүгінгі біздің мынау вебинар панорамалық сабаққа 2-ші курс қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері қатысып отыр. 3-ші, 4-ші курстың студенттері және филология мамандығының студенттері де қатысып отыр. Біздің вебинарда жаңа таныстырған кезде, таныстырылым жасаған кезде ағай болдыңыз ба, Бақтияр аға, саламатсыз ба, қалай жағдайыңыз жақсы ма? Тағы да қайталап айтам, мектеп ұжымына 43-ші жалпы білім беретін орта мектептің директоры және директордың орынбасарлары, мұғалімдері қатысып отыр. Біздің академик педагогика ғылымдарының докторы, профессор Бақтияр аға қатысып отыр. Сұрауларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, қатысып отырған студенттерде сұрақтар болса, қойсаңыздар болады. Студенттер. Сұрақ жоқ, апай. Сұрақ жоқ па? Сұрақ жоқ болса, онда ұнаған шығар біздің студенттерге. Жалпы оңалар практика басталған қыркүйек айынан бастап өте қазақ тілі пәні бойынша мен жетекшілік етіп келем, әдебиет пәні бойынша біздің академик ағамыз жетекшілік етіп келеді. Сондықтан да сөз кезегін аға, енді үлкенсіз ғой, өзіңізден бастасақ деп отырмыз, қысқаша пікіріңізді айтсаңыз. Біз осы мектепте, мектеп мұғалімдерін бәрін осы онлайн режимде танысып алдық. Самал апайымен, одан кейін барып мектеп директоры Ғалия Альпенқызымен осылай онлайн режимде біз бірнеше рет сабаққа қатыстық, пікір алыстық. Осы бүгін ресми түрде ұйымдастырылған болып отырмыз. Аға, сөз кезегі сізде, Бақтияр аға. Дұрыс, рахмет. Роза Қожабайқызы бүгін бір жақсы істің басын әлі ұйымдастырып отыр екен.
бүгінгі ашық сабақ, панорамалық сабақ. Ең бірінші айтайын деген барлығыңыз мына Рамазан айы ғой, қазір ораза айының жүріп жатқан кез оразамен құттықтаймын. Екіншіден мына біздің 43-ші мектептің ұжымына, оның басшыларына алғыс айтқым келеді. Мен олардың сабақтарын бәрін бақылап жүрмін. Қазақ тіл сабағында, әдебиет сабағында өткізген, басқа да балалардың, Азиза отыр ғой деймін, Азиза да менің дипломниктерім ғой, Азиза, Гүлина, Динара үшеуі. Осылардың сабақтарын бақылап жүрмін. Данагүлдің сабағына қатысып жүрсіз. Данагүлдің. Мен Атыраудағы сабақтарға қатысып жатырмын. Атыраудағы қызымыздың аты Дана еді. Соның сабағына қазір айтамын сабақтарын. Бәрін кезінде көшіріп, Данагүл Атыраудағы мектепте. Сондықтан айтайын дегенім, сабақ, біздің педпрактиканың сабақтары өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Қазіргі әдістерменен кімнің оңалардың айтып отырған интерактивті әдістерді пайдалану, молынан пайдалану. Бұл жерде мен өзімді ойлап жүрген ойлардың барлығын оңалар атап өтті. Белсенді әдіс қолдануда қателіктерді өте дұрыс пайымдаған. Мәселен, баланың жас ерекшелігінің шындығында да көп ескере бермейді мұғалімдер. Оған екінші уақытты көп алады. Уақытты көп алады да, мәтін жолда қалып қалады, сыртта қалып қалады. Әсіресе әдебиет сабақтарында. Міне осыны дұрыс айтып отыр. Үшінші, бір сабақта белсенді әдістерді шамадан тыс пайдалану. Баяғыда кеңес кезеңі мен 12-ші мектепте әдіскер ретінде университеттен барып жүрдім. Сол кезде байқағаным, бір еңбек сіңген мұғалім 26 әдіс пайдаландым деп сөйлейді. Ол сабақ деген мәтін қайда кетті, мен әдебиет сабағына қатыстым, көркем шығарма қайда кетті, кейіпкерлердің бейнесі қайда кетті, оның теориялық мәселелері қайда кетті, практикалық мәселелер деген қайда кетті. Міне соны біздегі әлгі де кейде байқаймыз. Мына осы мәселені оңалар дұрыс байқаған. Бір сабақта интербелсенді әдістерді сыйса да 5 теңге, сыймаса да 5 теңге деп құтай беруге болмайды. Оның ұтымдысын, пайдалысын ғана пайдалану керек. Онысы дұрыс атаған. Сосын мәтіндер беріп отырған өте дұрыс, өте жақсы. Маған бүгінгі панорамалық сабағы оңалардың орысша айтқанда выжимки дейді ғой, сабақтарының сығымдысы сияқты іспетті бағдар беретін осындай ойлар айтылып жатыр мұғалімдерге, біздің практиканттарға да практикаға қатысып отырған студенттерімізге. Сондықтан оңаларға айтарым, табыс тілеймін, оңалар айналайын. Биыл Құдай бұйыртса бітіресің, алда үлкен өмір, еңбек жолың басталады. Сондықтан осы бетімен дайыма біздің университетке, сосын университеттегі өзінің білім алған жаңағы ұстаздарына, мына 43-ші мектепке жатқа қалдырма, біз байқап отырмын. Ғали Алкенқызы дейді, Самал Сайлаубайқызы. Бұларды мен мүмкін көргенде шығармын. Ардақ Болатқызы. Сондықтан сол көп рахмет айтамыз сабағына. Табыстан табысқа жете бер, дені сау болсын. Рахмет. Және осы біздің бүгінгі панорамалық сабаққа вебинар түрінде өткізіліп отырған 4 жылдан бері өзінің ұстазы, эдвайзері Майра ханым Жүнісова апай қатысып отырген, филология ғылымдарының кандидаты, профессор біздің кафедрамыздың өзінің тобымен қатысып отыр. Көп рахмет. Егер сөйтіп айтам десеңіз, Майра ханым, сізге сөз кезегін берейік, содан кейін мектептің берейік. Құрметті мектепке қарай қанат қағайын деп отырған менің шәкірттерім, оларды баулап, осы баулып 1 жыл бойы жаңағы біздің университет тарапынан тікелей әдіскер болып, олардың қанатын қатайтқан методист ғалымдарымыз Роза апай, Бақтияр ағай, және де олардың осы бір белгілі бір мекемеде жұмыс істеп, өзінің практикалық жағынан
шыңдалуы үшін көмектескен мектептің ұжымы, 43-ші мектептің сіздердің барлықтарыңызға және қанат қаққалы отырған шәкірттерге өздеріңе деген ұстаздық сенімділікті, өздеріңе деген жақсы мінезді, барлығын барынша қолымыздан келгенінше